Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Бөлімі менің туған өлкем. Сабақтың тақырыбы туған жерде жер болмас. Шымшық пен өртшқан. Сабақтың мақсаты шығармашылық жұмысты мұғалімнің көмегімен сурет, каллиграмма, аппликация, фотосуреттер арқылы ұсыну. Қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу. Мәтін кейіпкерлерінің мінез-құлқы мен іс-әрекеттерін бағалау. Балалар, олай болса, оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Мақал мәтелдердің мазмұнын түсінеміз. Түсініп оқимыз. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Оттан да ыстық. Балық суында патша. Жігіт елінде патша. Әрине балалар. Туған жер өзімізге қымбат. Туған жерімізде, елімізде еш жерде жер, ел жоқ. Сондықтан да біздің отанымыз бәрінен де ыстық. Туған жер адам өмірінде киелі орын алады. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл деп дана халық бекер айтпаған. Әр адамның тұрақты үйі, мекені болуы қажет. Әркімнің өз жері жұмақ деген, сондықтан отанымызды, жерімізді қастерлеп бағалауымыз керек. Балалар, ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл шымшық және көртышқан. Осы екі кейіпкер туралы мәлімет алатын боламыз. Шымшық торғайлар тәрізділер отрядындағы құнақ тұқымдасына жататын құс. Қазақстанда Көкшетау қыратында тараған, кейде Қарқаралы кент аймақтарында кездесіп қалады. Шыршалы және аралас ормандарда мекендеп, су аймақтарына жақын жүреді. Қайыңды, қандағашты тоғайларда қоректенеді. Қанатының ұзындығы 70 мм, салмағы 13 граммдай. Аталығы жасыл сарғыш түсті. Оның төбесінде бұршық қауырсын тақиясы, яғни айдары болады. Қанат құйрық қауырсындары қара, оларға жол-жол болып сары қауырсындар араласқан бауыры ақ. Аналығы мен балапандардың арқасы жасыл сұрғылт тартқан, бауыры ақшыл болады. Отырғышы құс ұясын ағаш басына салады. Мамыр айында 5-6 көгілдір не жасылдау жұмыртқа салып, аналығы 12-14 күн басады. Балапандарын да аналығы 13-15 күндей асырайды. Жылына 2 рет балапан өргізеді. Өсімдік тұқымымен және жәндіктермен қоректенеді. Олардың зияныларын жеп пайда келтіреді. Балалар, келесі көртышқан. Жер қазғыш түрлерінің табаны сыртында қайрылған. Аяқтарының тұяқтары жалпақ, қылшықты, түппен көмкерілген, тырнақтары жалпақ, тегіс. Көздері кішкентай, кейде тері астында қалады. Көртышқан тұқымдасының Қазақстанда 2 түрі. Жұпартышқан және тек Алтайда кездесетін Алтай көртышқаны бар. Оның дене тұрқы 25 сантиметрдей, ал құйрығының ұзындығы 3 сантиметр. Жүні майда, үлпілдек, омырқай түсті, жотасы қоңыр, бауыры күңгірт тартқан. Алдыңғы аяқтары қазуға бейім, қысқа, алақаны жалпақ және сыртқа қараған күрек тәрізді, тырнақтары ірі, жалпақ болады. Аналығы 1,5 не 3 айда көбеюге қатысып, 1,5 айда кейін 3-6 айда балалайды. Жер астында тіршілік етіп, көбіне шұбалшынмен, кейде жәндіктермен, олардың дер нәсілдермен қоректенеді. Көртышқанның терісі бағалы, кәсіптіған. Аң зиянды жәндіктерді жойып, пайда да келтіреді. Мінекей балалар, көртышқан мен шымшық туралы мәлімет алдық. Ал енді осы мәтінін жазған Сухомлинский Василий Александровичпен таныс болайық. 1918 жылы 28 қыркүйекте Кировоград облысында Ануфриев ауданында Васильевка селосында дүниеге келген. Сухомлинский совет педагогы.
педагогика ғылымының корреспонденттік мүшесі, сонымен қатар еңбек сіңірген мұғалім. Көптеген жылдар бойы мектепте жұмыс атқарған. Сонымен қатар Сухомлинский дарынды мұғалім, талантты ғалым әрі публицист. Оның мектепке басшылық етудегі және жұмысындағы құнды тәжірибесі Павлыш орта мектебі атты кітабында жан-жақты баяндалған. Сонымен қатар балаға жүрек жылуы атты кітабы мемлекеттік сыйлыққа ие болған екен. Ал енді балалар, мәтінге назар аударамыз. Мәтінді бірге оқып көрейік. Шымшық пен Қуртышқан. Алыстағы жылы жақтан кішкентай шымшық үйшігіне оралды. Ол кезде көріне бермейтін кішкентай ғана сұр құс. Жазда біздің жақта ұя салып, балапандарын өргізеді де қыста Африкаға ұшып кетеді. Шымшыққа ұшу да оңай емес. Оның қанаты кішкентай ғана. Оның үстіне бір күн ұшса, бір күн жерде жорғалайды. Міне ол үйіне қарай жорғалап келеді. Өзен жағасындағы көгалда қызыл шілік түбіне салған ұясы туралы да ойлайды. Кенет ол Көртышқанды кездестірді. Іннің аузында отырған Көртышқан тұмсығын шығарып, «Сен кімсің? Қайда барасың?» деп сұрады. «Мен шымшықпын. Алыс жақтан туған жеріме келе жатырмын», деді шымшық. Сонан соң ол Көртышқанға өзінің туған өлкесі мен үнемі жылы болып тұратын Африка жері туралы айтты. «Үнемі жылы болып тұратын жаққа неге қалмадың?» деп таңданды Көртышқан. «Сен жыл сайын неге жол азабын шегесің? Аяқтарың да ойылып, жара болыпты. Қаршыға кездессе қалса қайтесің? Неге сонша өзіңді қинайсың? Біреу сені шақырды ма?» деп сұрақтың астында қалады екен. Сонда шымшық «Отаным шақырды» деп жауап береді. Балалар, шымшық қайда ұшты? Жолда нені кезіктірді? Дұрыс айтасыңдар. Көртышқан қандай сұрақ қойды? Ал шымшық не деп жауап берді? Дұрыс айтасыңдар балалар. «Отаным шақырды» деп жауап берді. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Суретке қарап, мәтін кейіпкерлер арасындағы диалог құрастырасыңдар. Жаңағы сұрақтарды да алуға болады. Ойланамыз. Кейін диалогты абайларына жіберетін болыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, құстар біздің досымыз. Туған жер тек адамға ыстық емес екен. Жан-жануарлар мен құстар үшін де ыстық. Сонда туған жеріміздің топырағы, таулары, өзен-көлдері, даласы біз үшін қандай қымбат болса, құстарға да өте қымбат екен. Құстар Африкаға жылы жаққа ұшып кетеді. Көктемде олар туған жеріне, Қазақстанға адаспай өз ұясын тауып келе алады екен. Қазақстанда олар ұя салып, балапан басады. Сондықтан құстардың ұясын бұзбау керек. Егер құстардың ұясын бұзсаң, олар сол жерге қайтып келмейтін болады. Құстар біздің досымыз. Оларға әрқашан қамқор болуымыз керек. Біздің елімізде қыстап қалатын құстар мен жол құстары бар. Яғни торғай, сауысқан, көгершін, қарға, суық торғай. Бұл қыстап қалатын құстар. Ал жыл құстары шыныш торғай, қара торғай, қыстау қарлығашы. Таң шымшық күзде жылы жаққа ұшып кетеді. Көктемде қайтадан өз елімізге оралады. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын.
Sağ olыңдар.